Қайырлы күн оқушылар, бүгінгі біздің сіздермен бірге өтетін тақырыбымыз кеңістіктегі арақашықтықтар, кеңістіктегі нүктеден жазықтыққа дейінгі арақашықтық, кеңістіктегі түзулер арасындағы бұрыш және түзу мен жазықтық арасындағы бұрышты табу тақырыптан өтеміз. Ең алдымен біз сіздермен бірге кеңістіктегі арақашықтықпен таныса кетейік. Кеңістіктегі арақашықтық ол екі фигураның арасын қосатын ең қысқа кесіндінің ұзындығы. Мысалға, мына жерде бізде альфа және бета жазықтығы берілген, екеуі де бізде кеңістікте орналасқан. Осы екеуінің арасындағы арақашықтықты тап дейді. Осы кезде біз сіздермен бірге мына форманы қолданамыз. Д тең түбірінің асты x2 азайтылған x1-дің квадраты қосылған y2 азайтылған y1-дің квадраты қосылған z2 азайтылған z1-дің квадраты. Енді нүктеден жазықтыққа дейінгі арақашықтық. Кеңістіктегі нүктеден жазықтыққа дейінгі арақашықтық сол нүктеден жазықтыққа түсірілген перпендикуляр кесіндінің ұзындығы. Мысалы, мына жерде бізде альфа жазықтығы берілген, осыған бізде АБ кесіндісі перпендикуляр түскен. Енді бізге айтып жатыр, осы кесіндінің ұзындығын тап дейді. Ол кезде біз сіздермен бірге мына форманы қолданамыз. Д тең AX 0 қосылған BY 0 қосылған CZ 0 қосылған D. Бәрі модуль ішінде бөлінген түбір асты А квадрат қосылған Б квадрат қосылған С квадратқа. Келесі кеңістіктегі түзулер арасындағы бұрыш. Кеңістіктегі екі түзу арасындағы бұрыш олардың бағыттарының арасында ең кіші бұрыш болып табылады. Екі түзу бізде қиылысуы да мүмкін, айқас орналасуы да мүмкін. Бұрышты табу үшін көбінесе олардың бағыттаушы векторлары пайдаланылады. Яғни біз бұл жерде косинус альфа тең болады А векторы көбейтілген Б векторы бөлінген А векторының ұзындығымен Б векторының жеке-жеке ұзындықтарын көбейтіндісіне бөлеміз. Түзу мен жазықтық арасындағы бұрыш, түзу мен оның жазықтыққа проекциясының арасындағы бұрыш болып табылады. Ол үшін біз синус фи тең болады S векторы мен N нормаль векторының ұзындығы бөлінген S векторының ұзындығы көбейтілген N векторының ұзындығына қатынасы болып табылады. Бірінші есепке назар аударайық. Кеңістікте орналасқан А және Б нүктеден арақашықтығын табыңыз. Ол үшін біз ең алдымен А нүктесінің векторларын жазылайық. 1, 2, 3 және Б векторыныңкі бізде 5, 6, 3 болады. X1, Y1, мынау бізде Z1. Мынау бізде X2, Y2 және Z2. Осы екеуінің арақашықтығын табу үшін Д тең түбір асты X2 азайтылған X1-дің квадраты қосылған Y2 азайтылған Y1-дің квадраты қосылған Z2 азайтылған Z1-дің квадраты. Және осының бәрінің қосындысы бізде түбірінің ішінде. Енді осы формула салып, мынаны есептейік. Д тең түбір асты 5-тен 1-ді азайтамыз. 5 азайтылған 1-дің квадраты қосылған 6 азайтылған 2-ның квадраты қосылған 3 азайту 3-дің квадраты. Сонда түбірінің астында бізде 4-дің квадраты қосылған 4-дің квадраты ол болады бізде түбір асты 32. Сонда бізден 4 түбір асты 2. Яғни А және Б нүктелерінің арасында арақашықтық ол бізде 4 түбір асты 2 болып табылады. Енді келесі есепке мән берейік. М нүктесінен EX азайтылған Y қосылған 2Z тең минус 5 тең 0 жазықтыққа дейінгі арақашықтықты табыңдар дейді. Бірінші нүктеміз жазылайық. М нүктесі бізде 1, 2, 3. Және жазықтығымыз бізде 2X азайтылған Y қосылған 2Z азайтылған 5 тең болады 0. Осы кезде біз А, Б-сының коэффициенттерін анықтап аламыз. А-ның коэффициенті менде 2-ге тең, Б-ның коэффициенті менде минус 1-ге тең, С-ның коэффициенті 2-ге, ал Д-ның коэффициенті менде минус 5-ге.
Енді формула бойынша d тең x0 қосылған b y0 қосылған c z 0 қосылған d бәрі мол ішінде бөлінген мына коэффициенттердің квадратына түбір асты a квадрат қосылған b квадрат қосылған c квадрат. Енді осыны мына сандарды қойып есептейік. Екі көбейтілген 1 қосылған минус 1 көбейтілген 2 қосылған 2 көбейтілген 3 азайтылған 5. Бөлінген түбір асты 2-нің квадраты қосылған минус 1-нің квадраты қосылған 2-нің квадраты. Сонда бұл есептің жауабы менде болады 2 азайтылған 2 қосылған 6 азайтылған 5 бөлінген түбір асты 9. Сонда есептің жауабы бізде 3-тен 1 болады. Бақтаушы векторлары А және Б болатын түзулер арасындағы бұрышты табыңыз. Косинус бұл жерде біз түзулер дегендіктен мен косинус фиді қолданам. Формула бойынша мен АБ векторының ұзындығы және А векторының ұзындығы көбейтілген Б векторының ұзындығына. Енді осының әрқайсысын жеке-жеке есептеп табайық. Бірінші біз сіздермен бірге А векторын табайық. А векторының ұзындығын табайық. А векторының ұзындығы бұл менде 1 қосылған 2-нің квадраты қосылған 2-нің квадраты. Сонда 1 қосылған 4 қосылған 4 түбір асты 9, бұдан менде 3 шығады. Енді Б векторының ұзындығын есептейік. Б векторының ұзындығы 2 қосылған 1-дің квадраты қосылған 2-нің квадраты. Сонда 4 қосылған 1 қосылған 4 түбір асты 9, түбір асты 9-дан бізде 3 шығады. Енді біз А векторының және Б векторының ұзындықтарын тауып болғандықтан біз енді АБ векторының ұзындығын табамыз. АБ векторының ұзындығын табу үшін мен x1 көбейтілген x2 қосылған y2 y1 көбейтілген y2 қосылған z1 көбейтілген z2 болады. Сонда 1 көбейтілген 2 қосылған 2 көбейтілген 1 қосылған 2 көбейтілген 2 8. Енді осыны мына формуланың орнына қойып шығамыз. Сонда косинус фи тең болады менде 8 бөлінген 3 көбейту 3. 9-дан 8 ал 9-дан 8 бұл менде косинус 9-дан 8 бұл менде косинус фиға тең. Маған табу керек фидің өзін, яғни мына бұрышты. Сонда фи тең болады а косинус бөлінген 9-дан 8. Осымен сабақ аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңыз үшін рахмет.